Баршаңызға сәлем. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы present simple деп аталады. Present simple'дің қазақша аудармасы нақ осы шақ деп аталады. Жалпы барлық ағылшын тілі пәні мұғалімдеріне белгілі, оқушылар көбіне present simple'ды шатастырып жатады. Яғни мәтінмен жұмыс жасаған кезде мәтін ішіндегі present simple'ға байланысты сөйлемдерді таптыру кезінде оқушылар қателесіп жатады. Бұл не деген сөз? Бұл оқушылар present simple'дың не екендігін, оның қай уақытта қолданылатындығын білмеуі деп айтуға болады. Ал бүгінгі мен сабағымда present simple деп отырғанымыз не, оны қалай түсінеміз, осы туралы болады. Ал келесі сабақта осы present simple'дың формасы және онымен бірге жасалынатын жаттығулармен жұмыс жасаймыз. Present simple деп отырғанымыз ол өте қарапайым тілмен айтатын болсақ, адамның күнделікті бір іс-әрекетінің әдетке айналдырып қайталана беруі. Таңда ертеңгісін ұйқыдан тұру, бет-аузымызды жуу, таңғы асымызды ішу, жұмысқа бару, мектепке бару немесе қайтадан үйге қайтып оралу, кешкі асымызды ішу, ұйқыға кету. Міне осы іс-әрекет күнде қайталана береді ғой. Әдетке айналып кеткен іс-әрекет, біз оны байқамаймыз, бірақ автоматты түрде жасай береміз. Осы іс-әрекеттердің барлығын біз present simple деп айтамыз. Немесе ол күнделікті емес, апта сайын, ай сайын болуы мүмкін. Мысалы, әрбір жексенбі сайын біздер киноға барамыз, әр сенбі сайын достарымызбенен футбол ойнаймыз, әр жұма сайын біздің отбасымыз шет нан пісіреді деген сияқты апта сайын, ай сайын қайталана беретін іс-әрекеттер болады, әдетке айналған. Соны да біз present simple деп айтамыз. Және бір факт болады. Қыста қар көп жауады, көктемде қар ериді, су мынандай градуста қайнайды деген дәлелденген фактылардың уақытында осы present simple'ды қолданамыз. Міне менің бүгінгі сабағымда жалпы present simple деп отырғанымыз не, мәтінмен жұмыс жасаған кезде сол мәтіннің ішіндегі сөйлемдердің қайсы present simple екендігін ажырату үшін мен анықтама беріп отырмын. Тағы да айтып өткім келеді. Қорытындылай келе, present simple деп отырғанымыз ол адам баласының күнделікті қайталана беретін әдетке айналған іс-әрекеті. Бүгінгі менің сабағым сіздерге түсінікті болса, немесе ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер және менің каналыма тіркеліңіздер. Келесі сабақты міндетті түрде күтіңіздер.